Қыз балалар қалай дос талдау керек? Бүгін осы тақырыпта қозғалайын. Мына қазір досты қате талдап, қате жолдарға кіріп, ямаса досты қате талдап, достарының артынан сатқыншылыққа ұшырап, достары жігітін тартып алып кетіп, семьясын бұзып жатқан жағдайлар өте көп болып жатыр. Қыз баланың досты жақсы талдауы кейбір кезде туыс туғаннан да маңызды болады. Өйткені туыс туған деген ол төбедегі кісінің саған өзі маңдайыңа жазған деген сөз. Пәлен сенің туысың болады деп. Ал енді сенің күнделікті досың, ол сенің өзіңнің ой санаң арқылы, өзіңнің көзің арқылы, өзіңнің жүрегің арқылы бір досты талдап бір өмір өтіп жатырсың. Бұл сен өзіңнің қолыңнан келетін дүние. Сондықтан бұл кескінді әдемілеп тыңдап алыңыздар, қыздар, өздеріңізге көмек болып болсын. Енді менің де басымнан өткен, досым жақсы дос талдай алмай ақшаға жығылып кеткен кезіміз болған, 300 мың 400 мың ақшамды алдап кеткен кезі болған, досты жақсы талдамай, мен оған қиналған кезінде көмектесіп, менің қиналған кезімде маған көмектескен тұрмақ, артынан сөз айтып, қалың қыздардың басын жиып, мені өсектеп кеткен қыздар болған. Өнеген жігітіме бұрын енді махаббат жатқан кезде жігітіме менің жаман сөзімді айтып айырылдырып ететіндей жағдайлар болған екен, әртүрлі жағдайлар болған еді. Сондықтан әзір енді қорытындай келе сіздерге өзімнен басымнан өткен тәжірибе арқылы айтып берейін. Біріншісі, сіздерден қызғанатын достармен мүлдем араласпаймыз. Мейлі дос құрып кетсін, ол қызғанатын адаммен араласып, өз көңіліңізді өзіңіз боқ жеген сияқты болып қаласыздар. Мысал ретінде айтып берейін. Мысалы біз күнде жасанып алмаймыз ғой, меңшең болмаған. Анда-санда тойға барған кезде, мысалы бір жерге отырысқа шыққан кезде, анда-санда бір жасанып шығамыз, әдемілеп. Сонда сенің әлгі ең жақсы досың былай сөйлеп қалатын кез болады. Бүгін қайда барасың? Сонша жасап алыпсың ғой. Андағы киімің қашан алғансың? Андағы киімің мен білмеймін ғой деп. Әлгі адамды біртүрлі өзіңді гәңгә қылдыратын сөздер айтады. Онда болса, бұл сөздің ар жағында оның саған деген қызғанышын білдіреді. Қызғаныш деген нәрсені өздеріңіз біраз мидарыңыз істесеңіздер, қайсы досыңның, қайсы жанындағы қайсы қыз баланың өзіңе қызғанатынын сен әбден білесің. Кейбір қыздар білмейтін, аңқау қыздар болады. Білмесеңдер бүгінгі осы кескіннен бастап ойланып көріңдер, мидарыңыз сілкіп отырып. Екіншісі болатын болса, сенің бүткіл нәрсеңді сұрап тоқтамайтын. Мысалы, әрқандай, мысалы сенің енсі деген нәрсе не деп қазақша, сенің сырыңды шешкісі келетін дейміз ғой. Кейбір нәрселерді сұрауға да болмайды. Мысалы, қандай байланыс болатын болса да, мысалы сенің досың сенен келіп, андағы чапаныңды андағы чапаны 2000 сом берсің, қанша қалдың андағы чапанды? Андағы мәшинең сен күйеуің әпердің ба, дайкуан қылып алдың ба, жоқ сенің басыңа жазып алдың ба, жоқ дайкуан қылып алдың ба? Ямаса мына үйді қанша қалдыңдар? Ана шаучы деген 8000 сомнан деп айтып жатқан рас па сол? Ямаса сенің қайнапаң бір айда төшем ағасы заты қанша түседі? Сен қайнапаң айына саған ақша бере ма? Сенің күйеуің осы бір жылда жан жиндаршы деген қанша қолыңа түсіп тұрады? Андағы күйеуің алып берген алтын білез қанша грамм өзі? Сенің енді тұрмысыңдағы өте өзіңнің енсісі дейміз ғой енді. Өнген күйеуің екеуің үйленгелі 2 жыл болды, ақша таба алдыңдар ма? Ямаса кейбір қыздар айтады, сен мектеп бітіріп қызметке шыққалы 3 жыл болды, сенде қанша сумкаң бар, сенде қанша сумкаң бар? Сенің өзіңнің айтқың келмеген нәрселерді зорлап сұрайтын, сенің бүткіл тұрмысыңа араласып алатын адаммен менше араласпай қойған жақсы деп ойлаймын. Аралық сақтау керек. Өйткені осындай сұрақтардың арт жағында да өте күмәнді болып тұр, өте мынандай қызғаныш жатыр деп ойлауға келеді бұл жерде. Мына сұрақты айтсам кейбіреулер ойлауы керек, мен досымның тұрмысын мен түсінсем не болыпты деп. Менше ондай түсініп кетудің қажеті жоқ. Дос деген ара, ол сен оның досыңды түсіну үшін сен оның ақшасын біліп, қанша ақша бар екенін біліп алып түсінесің болсаң да, сен бұл адамның мінезіне, бұл адамның отбасы тәрбиесіне, бұл адамның сен екеуің арасындағы кәншіңе қарамай, оның күйеуінің қанша грамм алтын берген үшін, сен оның қанша ақшасы бар екенін, қанша сумканың болғанын кейін біліп алып, сен онымен араласатын болсаң, онда сенде де түзу жақсы қыз емес екенсің деп ойлаймын. Дұрыс шығар қыздар. Сондықтан екіншісі, мысалы менің мына жанымда достарым менен де артық ақша табады. Мен міне осы күнге дейін біреуден барып сен ана үйіңді қанша қапсың, мәшинеңді қанша алдың, андағы сомкаңды қанша алдың, сен андағы алтын қанша грамм деп сұрақ көрмеппін. Міне қазір осынша жігіттен айта аламын. Өйткені мен қызғанбаймын ешқандай адамнан. Өзім ойлаймын да, өзімнің ақша тапқан ақшам өзіме жетеді. Мені ешкім қызғандырып көрген жоқ. Сондай деген сөз, адам қандай болса елді сөйтіп ойлайды, түсіндіңіздер ма? Сондықтан осындай әдеттеріңіз болса да қойып кетіңіздер. Ал енді үшіншісі болатын болса, мына сіздер тұйықсыз бір жұмысқа душ келген кезде, мысалы біреумен төбелес қаласың, жігітіңмен төбелес қаласың, үйіңде бір отбасында бір жағдай болып қалады, әке-шешеңмен төбелес қаласың, басқа досыңмен төбелес қаласың, әйтеуір шұғыл жағдай астында бәлкім сен осы досыңа хабарластың, досым осындай жағдай болып қалды деген кезде, сен ол досың ақ қараны бөлмей жатып, болды, онда болса, әкеш мен телефон соғып боқтап берген күйеуіңді, әкелі мен қылайын, жүре ұрып етейік, жүре андай соқсақ, сен неге бүйтеді екен деп анандай қылатын болса, менше бұндай досты керек етпеу керек деймін.
бұл жерде айтқан кезде ойлайсыздар, ой, ондайға неге өйтпейді, ол деген сен үшін өліп беремін деп жүрсе, бүйтіп беремін деп жүрсе. Мысалы, мен де біреудің досымын, Мысалы, менің досым қиыншылыққа қылып күйеуімен төбелесіп қалса, күйеуімен төбелесіп жаңа бір-бірімізбен шаштастық, жаңа кетіп қалдым, мен әзір осындай болып тұрмын деп маған телефон соқса, мен оған барып, сенің күйеуің жаман, сен андағы күйеуің телефон нөмірін бер, мен боқтап берейін деген сөз айтпаймын. Өйткені бір чыңшу, ой санасы бар адам, ақыл тоқтатқан адам біреуге тіпті де бұл жұмысты ұлғайып кету жайлы чоңдың кеңестерді бермейді. Мынау өте чоңдың нәрсе, білесіздер ма? Мысалы, бір досым келіп, мен біреумен төбелесіп қалдым, қазір бір жерде машинам соғылып қалды десе, мен ол жерде телефонды бер, мен ана адамды боқтап берейін деп айтпаймын. Мен тез арада оны көңіл күйін түзейтін, ол жұмысты қалай жақсы же жоқса, ең жақсы же болатын амалды көрсетіп беремін деген сөз. Түсіндіңіздер ма? Сондықтан көп қыздар өте шұқалақ келеді. Менің досым бар, менің досым айтып етеді, бүйтіп етеді. Сен байқап көрсең, сондай төбелескеннен кейін андай-мындай қырылысып жүріп бір жұмыс бітіргенін ойлап көрсең, жұмысың расында да жақсы бітірілген жоқ бұл жерде. Сенің тұрмысың да өзгерген жоқ. Жақсыға қарай жүрген жоқ деген сөз. Сондықтан өзіңе ақылға ақыл қосатын дос ең маңызды болады өмірлік жолда. Түсіндіңіздер ма? Өзінің отбасы семьясында, мысалы, әке-шешесімен немесе күйеуімен, туыс-туғандармен шығыспайтын достармен араласып кетудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Қалай қарайсыздар? Ақыл тоқтатқан, ми бар, ой санасы бар, тәрбие көрген адам әке-шешесінің бетінен күйеуін жамандап, немесе күйеуімен сондай жамандай бір-бірін боқтасып кетіп, төбелесіп, шаштасып кететіндей болмайды деп ойлаймын. Мысалы, кейбір қыздар болады, айтады, енді сен досым деп айтады ғой, мен күйеуімен екеуміз мынандай төбелесіп кетіп, бір-бірімізді бүйтіп боқтап еттік. Шешем болатын болса, шешеммен мынандай төбелесіп кеттім, мен бүгін бауырыммен, ағаммен мындай бет жүріс кеттім, мен ана қайнапекем десе, қайынсыңым дей ма, ямасы келінім дей ма, сонымен сөйтіп қалдым деп. Әйтеуір бір қарасаң, бір төбелесіп жүреді, қарасаң, оның сөзін тыңдасаң, оныкі дұрыс сияқты. Бірағында мен ойлаймын, ақыл тоқтатқан, тағы да сол сөзі ақыл тоқтатқан, ой санасы ашылған, әрқандай жұмысқа ақылдылықпен, әйел адамда ақылды болу керек. Бір нәрсені төбелесу арқылы, бір нәрсені шарпыдау арқылы жеңу, мен өзім жақтыртпаймын. Мысалы, кешкен тұрмысында төбелесіп, анаммен төбелесіп, мынаның жаман сөзін айтып, анаған айтып жүрсем, мен өзім энергиям түсіп кетеді. Жақтыртпай қаламын осы досым. Өңнен кейін екі ауыз, сенікі дұрыс досым деймін, екінші жолы араласқым келмей қалады. Мен ойлаймын енді, ол күнделікті тұрмыста өзінің туған әке-шешесі, туған бірге құшақтасып жатқан күйеуінің өзін жаман сөзін айтып, кейбір кезде наразы болатын адам сені қалай ойлайды? Кейбір кезде бәлкім сен де оның көңілінен қалып қалуы мүмкін. Сонда сенде де сөйтіп айтуы мүмкін. Түсіндіңіздер ма? Қалай айттым? Дұрыс айта алдым ба, дұрыс айта алмадым ба? Бұл енді өзімнің өмірімдегі көзқарастарым. Тағы да басқасын айтатын болсақ, мына ақылақ жағынан өте жақсы емес қыздар болады, еркек құмар болады. Мысалы, еркекті көп ойлап тұратын. Мысалы, кешкіден саған еркектің әңгімесін айтады. Әй, досым, біз бүйтіп жүре береміз ба? Бір-екі еркек тауып арақ ішкесек болушы еді. Досым, мен ана жолы ана еркекпен танысып едім ғой, андай қылдым. Мынаны сен жақсы болуы мүмкін. Бірақ да осындай әңгімелерді естіп, сенің де миың өзгереді. Сенде 人是环境的产物дейді. 人是环境的产物деген сөз адам ортаның тұлғасы. Қандай ортада болсаң, сенің ой санаң сондай өзгереді. Сен оған мойындамасаң да жоқ. Сенің ой санаң өзгереді. Сенің достарың бәрі ажырасып кеткен, немесе кешкіден жігіттермен 5-6 жігітпен тең жүріп алатын қыздар болады. Қиын жаман қыздар болады. Сондай достарың болса, маған жақсы ғой айтып, маған жамандығын әкелмеді деп араласып жүрсең, бір күні сен де сондай боласың. Расында. Сондықтан жаңағы бірнеше қорытындылаған тақырыптарды көріп, сіздер жақсы ойланып көріңіздер. Менің ең соңында айтарым, дос көптікпен мақтанбаймыз. Дос бір тал болса болды, екі тал болса болды, тіпті жоқ болса да мейлі. Менің қорықпаңыздар, мен досыма жақсы сырымды айтып берсем, досым айтты деп. Елдерге сырыңды біліп қалмасын десең, онда елдерге сырыңды айтпа. Онда жамандығыңды көрсетпе, жамандық нәрсені көп істеме. Мысалы, мен әрқандай досымның менің сырымды біреуге айтып берме деп қорқып көрмеппін. Өйткені менде ондай жаман нәрсе сырда жоқ. Білдіңіздер ма? Мен ешкімге жамандық істеген жоқ, біреудің нәрсесін ұрлап алғам жоқ. Ешқандай жамандық енді осы өмірімде біреуге жақсылық істемесем, жамандық істеп көрмеппін. Сондықтан мен ешқандай досым мені бүйтіп кете ме, артынан айтып кетемін деп қорқып. Менің сырымды досым емес, сіздер де білесіздер ғой. Сондай адди сәтті, жен тәнданды болып өмір сүрген жақсы екен деп ойлаймын. Дос әрқандай адамға керек. Сіздер түсіне жүрсеңіздер, бұл дүниеде досты өте құрметтей білу керек. Мысалы, мен сондаймын. Мен ешқандай досыммен бет жыртысып көрмеппін, былайша айтқанда. Бет жыртысқанды да қаламаймын. Неге бірімізді құрметтеп жүрміз? Сіздер ойлайсыздар, ондай болса шын дос емес, дос деген бір-бірін бүйту керек. Қандай нәрсе шын болу керек? Мысалы, қаншық, анандай қыз деп бірімізді құрметтемей, сөйтіп жақын ғана бірімізді шақырған шын махаббат бола ма? Жоқ. Біріміздің қандай екенімізді біліп тұрып, менің қандай адам екенімді біліп тұрып, сені құрметтеп, сені осындай адам екен ғой, мынау осы мен. Мысалы, менің достарым барлық менің көңілімде өзіндік
орны болады. Мысалы той қылып кеткен досым да бар, сол той қылып кеткен досымды да ойлаймыз. Қандай жақсы жүрегі жұмсақ өмірі сол досымның аузынан біреуді жаман болсын екен деген тыңдап көрген жоқпын. Біреудің жамандығын тілеп көрген жоқпын. Мысалы басқа досым да бар деген сөз. Ол достарым болса осы бізге көп ақша табайықшы, біз дамиықшы деп. Мысалы көп адамдардың енді сол достарымның тұрмысына қарайтын болсақ, әке шешесіне деген қылғандары, өздерінің қалай деп айтсақ ой саналары сондай адамды өзін өзгертіп тұрады. Сондықтан маған айтасыздар, сен әке шешеңе сондай қамқорлысың, сенің тұрмыста осындайсың. Бұның барлығы сол мен достарымды дұрыс талдағандықтың арқасында. Рас, бұны мойындау керек. Түсініңіздер ме? Сондықтан мына кішкене қыздар досты дұрыс талдаңыздар. Досты дұрыс талдамасаңыздар, көп нәрселеріңізге еншен қылады. Ақша табуыңызға, тұрмысыңызға, махаббаттасыңызға, үйленуіңізге, үй ұстауыңызға, әке шешелеріңізбен қарым-қатынас, әрқандай нәрседе, өйткені барлығы мына хуанжиң өзгертеді емес па? Мына кескін біраз ұзын болып қалды. Шосаң қылып әдемілеп көріп алыңыздар. Енді кескінде жолығайық. Бай-бай.